25-ші сұрақ. Теңсіздікті шешіңіз. 2-ден 1x азайтылған 3 артық немесе тең 4-тен 1-ге. Осы теңсіздік оңай шығарылады. Және бірінші мына жақта азайту 3 болса, оны мына жерге апарамыз. Осы 4 пен 1 мен қосамыз оларды. Өйткені мына жерде сан азайтылса, оң жағында оны қосу керекпіз. Сонда 2-ден 1x артық немесе тең таңбасы көшіріледі. 4-тен 1 қосу 3 болады. Таңбасы өзгереді. Мына жерде азайтылса, мына жақта қосылады. Сонда 2-ден 1x артық немесе тең шығады 3/4-тен 1. Немесе мен оны 3/4-тен 1-ді бұрыс бөлшекке аудара салам. Осы сан бізде 4-тен 13 болады. Және енді x-тің мәнін табу үшін осы мәнді 4-тен 13-ті бөлу керекпіз 2-ден 1-ге. Бөлеміз 2-ден 1-ге. Қараңыз, бөлгенде осы санға біз оны көбейтеміз. Дәл сол санды көбейтеміз 1-ден 2-ге. Бөлшекті аударамыз. 4 пен 2 қысқартылады, 1 мен 2. Сонда x артық немесе тең. Мына жерде шығады 6/5. Сонда x артық немесе тең 6/5-ке. Ол осы теңсіздіктің жауабы. Бірақ мына жақта жауаптары жақшалармен берілген. Ал бізде осылай жауабы берген басқа түрінде. Оны біз жақшаларға ауыстырсақ, осындай жауапты жақшамен жазсақ, ол қалай шығады? Қараңыз, алдымен былай. X жатады дейміз. Және осы жерге жақша жазылады. X артық немесе тең 6/5-тен, ол қараңыз қалай. Мысалы, бізде 6/5 саны бар. Ол бізде жауапқа жатады, өйткені x артық немесе тең. Тең болғанда осы дөңгелек боялынады. Және артық ол оң жаққа қарай кететін мәндері. Мына жерде плюс шексіздікке дейін. Сонда x-тің мәні жатады бізде 6/5 пен плюс шексіздің аралығына. Қараңыз, 6/5-тің жағы осындай жақша, тік жақша, өйткені ол тең болуы мүмкін. Ал шексіздік ол нақты сан емес, сол үшін осы жерде осындай дөңгелек жақша болады жауабында. Сонда жауаптардың ішінен осы жауапты іздейміз. D жауабында дәл сондай жауап. Сонда D жауабы бізде дұрыс.